ғалымдар айтатын бір сөз бар. Жаратылыста фытраты, болмысы болмаған нәрсе жоқ дейді. Мысалы, еркектің өзінің болмысы бар, қыздың өзінің болмысы бар. Қазір біздің қоғам мынандай бір үлкен бір қауіптің алдында тұр. Ер балалардың қызға ұқсағысы келетін, қыздардың ер балаға ұқсағысы келетін бір қасіреттің алдында тұр. Бұны әуезов ана Көксерек деген әңгіме бар ғой. Көксеректе әр шығармада бір идея жатады. Көксеректің негізгі концепциясы менің ойымша, түз тағысын адамдар әкеп зорлап үй жануар қылмақшы. Ал негізі ол фытратында, жалпы болмысында қасқыр деген ол түз тағысы. Соның соңы неге алып барады? Трагедияға алып барады. Енді фильмде олай көрсетпейді, шығармада бөлтірік Көксерек баланы жеп қояды. Енді мен ойымша шығарманың айтайын деп отқан негізгі идеясы, әр нәрсе өзінің табиғи болмысын сақтамаса, оған біз қол сұғатын болсақ, түбі андай трагедияға әкеп соқтырады деген мәселе жатыр. Сондықтан жаңағы бұдан осыны алдын алудың, құтылудың жолы қандай деген кезде, бабаларымыз салып кеткен ұлдың жолы ұлы жол, қыздың жолы жіңішке деген сары жолды ұстауымыз керек. Ұлдың жолы ұлы жол, бірақ сол жолмен жүретін ұл тәрбиелей алып жатырмыз ба? Ұлы жолмен жүретін ұлдар бар ма, жоқ па деген мәселе ғой бұл жерде. Әлеуметтік желі алысты жақындатқанымен жақыныңыздан алыстатпасын. Ал алыстамау үшін біздің Тәлім Трендті көріңіз. YouTube каналымызға жазылыңыз. Тәлім Трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, Тәлім Тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп аласыздар.